үйреттім. Қайда бара жатырсың? Оянып қойдың ба? Мен жұмысқа. Сен демалыс күнінде мерекеде де жұмысқа барасың ба? Иә, бастық шақырып еді кеше. Коллективтегі қыз-келіншектерді құттықтайық деп. Барам да келем. Келесің ғой, иә? Барам да келем. Жаным, Ау? мен керемет түс көрдім. Солай ма? Я сол түсімнен әлі шыға алмай жатырмын. Қандай түс? Сен маған түсімде бриллиант комплект сыйлап жатырсың. Сондай ма? Сосын норковый шуба сыйлап жатырсың. Соны неге жорсам екен деп отырмын. Онда күте бер. Шын айтасың ба? Кешке. Қойшы, шын айтасың ба? Шын айтам, мен кеттім. Рахмет жаным, күтем. Бриллиант комплектті норковый шуба. Қалайсың жаным, жақсы келдің ба? Әкеле қойсын мен. Жоқ қой, өзім өтіпсің. Қалай? Жақсы, жақсы не? Мерекелік дастархан жайып қойдым. Еттің іші ма? Қазанға ет салып қойдым. Бәрекелді. Жүре қойшын. Сөйлеп, бағана таңертең сурет қой дейме? Иә, қыстан қалған жылқының еті ғой. Жаным, сені мерекемен бағана таңертең асығыс кетіп бара жатырмын да, құттықтай алмадым. Мерекемен жаным, мерекемен. Сол жұмысқа бардық. Сөйтіп, бүгін жұмысқа бардым. Жұмысқа барып, коллективтегі қыз-келіншектерді құттықтап, оларға сыйлық беріп, бәріміз. Сосын жұмыстан бүгін ертерек қайтайын. Өзімнің келіншегімді құттықтайын барып дедім да. Не ғой жаным, мені ұмытқан жоқсың ғой, е? Нені ұмытқан жоқсың ғой? Менің сыйлығым ше. Қандай сыйлық? Таңертең сен жұмысқа кетіп бара жатқанда мен саған айттым ғой, түсімде көрдім. Маған бриллиант шуба сыйлап жатыр екенсің. Мен оны жұмысқа бара жатып қалып қойдым. Шын айтасың ба? Рахмет. Көзің жұм. Көзің жұм. Алақаныңды кел. Міне жаным. Көзіңді аш. Бұл не? Бұл түс жоритын кітап. Түсімде бриллиант көрдім, шуба көрдім дедім ғой. Сол, мысалы, бриллиант көрген не болады, шуба көргенде не болады, соның бәрі осының ішінде жазылған жаным. Менен сұрамайсың келесі жолы. Өзіңе ашып оқи беретін боласың. Етіңді кеш, етіңді. Ет жейік.